Бүгін сіздерге ашық сабаққа немесе күнделікті сабаққа арналған презентацияға таймер қоюдың оңай жолын көрсететін боламын. Әсіресе біздің презентациямызда таймер көрініп тұрған жағдайда біздің сабағымыздың уақытқа бағынып сәтті өтуіне көп көмегі тигізетіні анық. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Дәл осындай ашық сабаққа немесе күнделікті сабаққа арналған презентацияға таймер қоюдың оңай жолы. Ол үшін біз интернеттің іздеу жолағына give timer және өзіңізге қажетті мысалы 2 или 5 minutes деп жазасыз. Сол кезде ең бірінші тұрған осы сайтқа өтеміз. Қажетті минутымызды таңдап аламыз. Мысалы маған қазір 5 минуттық уақыт қажет болатын болса, осыны таңдаймын да, мына жерде 4 минут деген бар, 5 минут деген бар. Осының жанына барып download деп көшіріп аламын. Мына жерде загрузка бөліміне 6 минут, 5 минут таңдаған минутымыз түседі. GIF форматында осыны копировать етіп алып келіп, слайдымызға келеміз. Слайдымызға келіп, мысалы қай жерге сізге керек, осы жерге қоямыз. Және оны үлкейтуге болады, оқушыларға көрініп тұру үшін кішірейтуге болады. Осы жерге әкеліп қойдық. Мысалы ынтымақтастық әдісі оқушылар топқа бөліну үшін әдіске сіз қанша уақыт бересіз? Мен мысал ретінде көрсетіп отырмын. Сосын слайд-шоуға барып сначала дейміз. Сол кезде біздің мына жерде уақытымыз жүріп жатыр. Осы уақыттардың аралығында оқушылар топқа бөлініп, қандай да бір сұрақтар төңірегінде жауап беріп үлгеру қажет. Көбінесе біздер ашық сабақ кезінде қанша уақыттың қалғандығын білмей жатамыз. Яғни біз қымыжыны жоспарлаған кезде әрбір әдісімізге өзіміз минут қойып қойсақ болады. Мысалы, рефлексияға қанша минут бересіз? Осылай уақыттың барлығын жаңағы осы сайттан imgur.com деген сайттан көшіріп алып келіп, әрбір слайдына әкеліп осылай қоясыз. Мысалы, рефлексияға бізге 3 минутта келіп қоямыз. Оқушылар осы 3 минуттың төңірегінде жұмыс жасап үлгереді. Бұл GIF форматында ешқандай сайтқа тіркелмей, осы 10 минутқа дейінгі уақытты тегін жүктей алсаңыздар болады. Бізге жалпы таймердің қандай пайдасы бар? Ол тапсырмаға нақты уақыт қою арқылы біз уақытты үнемдей аламыз. Әсіресе ашық сабақ кезде біз қанша уақыт қалатындығын білмей жатамыз ғой. Және де балалар уақытты тиімді пайдалануды үйренеді, оны тайм менеджмент деп атайды. Және GIF таймерлер жалпы интернетте өте көп. GIF таймер деп жазсаңыз, ал 40 минуттық жалпы таймерлер бар. Барлық слайдқа қойып шығатын. Бірақ олар көбінесе бізде ақылы болып келеді. Басқа сайттан мен сіздерге көрсететін болсам, бұл сайтқа мысалы тіркелгеннің өзінде, мынаны жүктеп алғанның өзінде ол ақылы болып келеді. Ал мына сайт бізде imgur.com деген сайт 10 минутқа дейінгі таймерлерді жүктеп алуға, тегін жүктеп алуға үлкен мүмкіндік береді. Көп адамдар мысалы таймерді басқа вкладкалерден қосып қоюға болады, таймер онлайн деп. Бірақ біздің слайдымызда ол жаңағыдай жүктеліп бірден қойылып тұрмағандықтан қиындық келтіруі мүмкін. Бірден әрбір әдіске қойылып тұрса, ол бізге өте ыңғайлы болады. Сондықтан осы таймерді қолданып сабақтарыңызда уақытты тиімді басқарыңыздар дегім келеді. Видео пайдалы болса, лүпіл қойып, каналға тіркеліп, әріптестерге бөлісе жүріңіздер, кәделеріңізге жарасын.